Алма сірке суының пайдасы қандай? Ол тәбетке қалай әсер етеді? Неліктен бұрын бұл ашыту арқылы алынған өнімді қант диабетін кешенді емдеуде қолданбаған? Осы сұрақтардың жауабын білу үшін видеоны соңына дейін көріңіз. Біздің арнамыздың барлық жазылушыларына сәлем. Ал жаңадан қосылған көрермендерге еске саламыз. Жаңа видеолар шыққанда хабардар болу үшін қызыл түймені басып, қоңыраушаны қосуды ұмытпаңыздар. Тамақ дайындауда кеңінен қолданылатын және халық медицинасында танымал алма сірке суы негізінде алма шырынынан ашыту арқылы алынған сұйықтық. Табиғи өнімнің ерекше қасиеттері ағзадағы қабыну процестерін жоюға, ас қорыту жүйесін жақсартуға және токсиндерді шығаруға мүмкіндік береді. Алма сірке суын дайындау үшін ашыту процесі қажет. Жеміс құрамындағы қанттан спирт алу үшін ашытқы қосылады. Ал бактериялық микрофлора осы спиртті сірке қышқылына айналдырады. Бұл дайын өнімге өзіндік қышқыл дәм мен айқын иіс береді. Көпшілік алма сірке суының кез келген тағамға тамаша қоспа екенін біледі. Ол аспаздықта салаттарға арналған тұздықтарға қосылады. Нан, тоқаш өнімдерін пісіруде және тағамдарды консервілеуде пайдаланылады. Алайда алма сірке суының ағзаға қаншалықты пайдалы екенін көп адам біле бермейді. Неліктен алма сірке суы ағзаға пайдалы? Алма шырынының ашыту жолымен алынған бұл өнім ішкі ағзалар мен жүйелердің жұмысын қолдауға арналған шынымен де ерекше әрі пайдалы құрал. Алма сірке суы келесі жағдайларда пайдалы. Біріншіден, асқазанның моторикасының бұзылуы. Әрқайсымыз асқазанның моторикасы бұзылған жағдаймен кездескенбіз. Кейбір тағамды жегеннен кейін асқазан тұсында ауырсыну, іштің кебуі мен газдың көбеюі байқалады. Бұл ағзаның ескерту белгілері. Мәселені шешуге алма сірке суы көмектеседі. Оның құрамында табиғи антибиотик деп аталатын пектин бар. Алма шырынының ашу өнімі асқазан мен жалпы ас қорыту жолындағы ауырсынуды жоюға мүмкіндік береді. Мұны істеу үшін бір стақан суға немесе шырынға 2 ас қасық алма сірке суын араластырып ішу жеткілікті. Сонда мәселе жойылады. Екіншіден, тамақ ауруы. Алма сірке суының көмегімен тамақтағы жайсыздық пен ауырсынуды тез басуға болады. Кенеттен пайда болған тамақтағы қышу немесе ауырсынуды көп адам арнайы леденецтермен немесе ыстық шаймен басуға тырысады. Алайда нағыз көмекші алма сірке суы. Ашыған алма шырынының құрамындағы қышқыл бактерияларға кері әсер етіп, қабынудың алдын алады. Тамақтағы жайсыздықты жою үшін алма сірке суының ерітіндісі көмектеседі. Ол үшін 60 мг сірке суын дәл сондай мөлшердегі сумен араластыру қажет. Үшіншіден, аяқтағы тырысуларды жою. Алма сірке суы аяқтағы тырысуларды емдеуде де тиімді қолданылады. Мұндай тырысулардың себебі көбінесе ағзадағы калийдің жетіспеушілігі болып табылады. Алма сірке суы осы элементтің табиғи көзі. Сондықтан әсіресе түнгі уақытта болатын тырысулардың алдын алу үшін ұйықтар алдында алма сірке суына бал қосылған ерітінді ішу ұсынылады. Сусынды дайындау тәсілі: 2 ас қасық алма сірке суына 1 шай қасық бал қосып 200 мг жылы суға араластырады. Бұл қоспаны ұйықтар алдында ішу арқылы тек тырысудан арылып қана қоймай, ұйқыны да жақсартуға болады. Төртіншіден, қант диабетін кешенді емдеу. Қант диабеті мен семіздік сияқты бірқатар аурулар қандағы глюкоза деңгейінің күрт көтерілуінен туындайды. Алма сірке суы қандағы қант деңгейін реттеу қасиетіне ие. Сол арқылы адамның жалпы жағдайын жақсартады. Қант диабеті эндокриндік ауруларға жатады. Ол ағзада инсулиннің бөлінуінің бұзылуымен немесе бұл заттың жетіспеушілігімен сипатталады. Нәтижесінде қандағы глюкоза деңгейі үнемі бақылаусыз өзгеріп отырады. Ұйықтар алдында 2 ас қасық алма сірке суын ішу таңертең қандағы қанттың жоғарылауын болдырмай, оның деңгейін төмендетуге көмектеседі. Әдетте қандағы қант деңгейі тамақтан кейін көтеріледі. Ғалымдардың зерттеулері көрсеткендей, алма сірке суы мен судың қоспасын қолданған диабетпен ауыратын адамдарда қанттың күрт көтерілуі байқалмаған. Бесіншіден, артық салмақтан арылуға көмектеседі. Алма сірке суының пайдалы қасиеттерін зерттеген ғалымдар оның құрамындағы қышқыл тәбетті төмендететінін анықтаған. Сонымен қатар сірке қышқылы ағзадағы зат алмасу үдерісін күшейтіп, артық сұйықтықтың шығарылуына ықпал етеді. Зерттеулерге сәйкес, алма сірке суы крахмалдың сіңу процесін баяулатып, тамақпен бірге түскен қанттың толықтай сіңірілуіне жол бермейді. Алтыншысы, жүрек бұлшық етінің
ауруларының алдын алуы. Жүрек қан тамырлары жүйесінің аурулары өлімге әкелетін себептердің ішінде алдыңғы орында тұр. Көбінесе жүрек ауруларының дамуына қандағы жаман холестериннің жоғары деңгейі себеп болады. Дамып келе жатқан атеросклероз біздің жүрек моторымыздың жұмысына айтарлықтай зиян келтіреді. Атеросклероздың дамуын алдын алудың бір тәсілі алма сірке суын пайдалану. Күніне бар болғаны бір ас қасық алма сірке суын ішу жүрек қантамыр жүйесінде патологиялық үдерістердің дамуын болдырмауға көмектеседі. Қандағы холестерин деңгейін төмендетудің негізгі себебі табиғи жолмен алынған ерекше сірке қышқылы. Алма сірке суының тағы қандай пайдасы бар? Алма сірке суын тұрақты түрде қолдану беттің безеуге бейімділігін азайтуға көмектеседі екен. Бұл ерекше өнімнің көмегімен күйіктер мен безеуді, акнені емдеуге болады. Сондай-ақ алма сірке суы тісті ағартуға, ауыз қуысын дезинфекциялауға және тіс бетінде қалған дақтарды кетіруге мүмкіндік береді. Алма сірке суының құрамы өте бай. Оның құрамында ағзаға қажетті ас қорыту ферменттері, пайдалы органикалық қосылыстар, 16 түрлі амин қышқылдары және минералды заттар, әсіресе калий көп мөлшерде кездеседі. Алма сірке суының көмегімен ағзаны тазартып қана қоймай, зат алмасуды жақсартып, қанды сұйылтып, жалпы жағдайды да жақсартуға болады. Қышқыл дәмге ие болғанымен дәрумендер мен минералдарға бай бұл өнім ағзаны әртүрлі суық тию мен жұқпалы аурулардан қорғап, табиғи антисептик ретінде әсер етеді. Натуропаттар күн сайын аш қарынға сумен араластырылған бір стакан алма сірке суын ішкеннен кейін олардың көру қабілеті жақсарып, жүрек пен қан тамырларының төзімді әрі берік бола түскенін байқаған. Алма сірке суының негізгі қасиеті ағзадағы токсиндерді байланыстырып, ішек арқылы оларды қышқылдың көмегімен шығаруды жеделдету. Мұндай мақсатта ең дұрысы үй жағдайында дайындалған алма сірке суын қолдану, өйткені оның тазалығына сенімді болуға болады. Айта кетерлігі, токсиндерді шығарумен қатар алма сірке суы тері аурулары, безеу, акне мен экземаға қарсы күресуге көмектеседі, сондай-ақ ағзаның иммундық жүйесін күшейтеді. Алма сірке суы артық салмақтан арылуға және қандағы холестерин деңгейін реттеуге ықпал етеді. Алма сірке суының пайдалы қасиеттеріне жара жазатын, бактерияларға қарсы және қан айналымын жақсартатын әсерлері жатады. Дәлелденгендей, таңертең аш қарынға ішуге арналған сұйылтылған алма сірке суы ағзадан тағам қалдықтарын тезірек шығаруға көмектеседі және жеңіл іс жүргізетін әсер береді. Алайда кез келген жағдайда шаманы білу керек және халық медицинасындағы құралдарды ақылмен пайдалану қажет. Егер сізде ішек, асқазан, бауыр немесе бүйрек аурулары сияқты дерттер бар болса, алма сірке суын ішуге болмайды. Кімдерге алма сірке суын қолдануға болмайды? Ағзаны алма сірке суымен тазарту ас қорыту жүйесі ауруларынан зардап шекетін адамдарға ұсынылмайды. Қышқыл өнімді келесі аурулары бар адамдарға қолдануға қатаң тыйым салынады. Гастрит, энтероколит, асқазан мен ішектің шырышты қабықтарының жарасы, холецистит, артрит, өт жолдарының дискинезиясы. Алма сірке суымен ағзаны тазарту курсын бастамас бұрын міндетті түрде дәрігермен кеңесіп, барлық қажетті тексерулерден өту керек. Тек содан кейін ғана тазарту тәсілдерін қолдануға болады. Алма сірке суын дұрыс қалай ішу керек? Өнім ағзаға пайда әкелу үшін оны дұрыс ішу тәсілін білу маңызды. Алма сірке суын міндетті түрде сумен немесе жеміс шырынымен араластырып ішу қажет. Себебі ашытылған алма шырындағы таза сірке қышқылы тамақ пен ауыз қуысының нәзік шырышты қабығын зақымдауы мүмкін. Сондай-ақ ол тіс эмалін бүлдіреді. Сатып алынған өнімге қарағанда сүзілмеген және үй жағдайында дайындалған алма сірке суы әлде қайда пайдалы. Онда ақуыз мөлшері де жоғары болады. Иммунитетті күшейтетін табиғи сусын дайындау үшін бір стақан сүзілген су, бір ас қасық алма сірке суы, сұйық бал қажет. Суға алма сірке суын құйып, жақсылап араластырады. Содан кейін дәміне қарай бал қосып, тағы да араластырады. Сусын дайын. Рецептке лимон шырыны мен бір шымшым ащы қызыл бұрыш қоссаңыз, ағзаны жылытып, қорғаныс қабілетін арттыратын нағыз емдік коктейль аласыз. Алма сірке суы шынымен де пайдалы, әрі әсерлі өнім. Бірақ оны қолданғанда сақтық шараларын сақтап, барлық қарсы көрсетілімдер мен ұсыныстарды ескерген жөн. Денсаулығыңызды күтіңіз.